Байлықтың нышаны жігерлілік қиындықтарды жеңеді, ал жалқаулық туғызады. Франклин. Әрбір діннің өз нышаны, әр мемлекеттің өз туы мен елтаңбасы бар екендігін білесіз бе? Қалай ойлайсыз, олар не үшін керек? Нышан күш береді. Егер сіз үйіңізден ата-әжелеріңіздің киімін тауып алсаңыз, ол сіз үшін өте қымбат болады. Себебі ол өткеннің нышаны болып табылады. Осы сияқты байлықтың да өз нышаны бар. Егер сіз бір коммерциялық компанияға келсеңіз, кіре берісте оның қызметі мен жетістіктерін сипаттайтын нышанды көресіз. Және сіз сол компанияға сене бастайсыз. Байлықтың нышаны да бізге бұл сияқты сенімділік пен күш береді. Егер сіз храмға барып, жаңа иконаның алдында тұрып, сәлден соң ескісіне табынсаңыз, әртүрлі сезімде боласыз. Ескі икона өткен буынның арман мүддесін, сезімін өзіне сіңіріп алғандай, бізді ерекше күйге түсіріп, қайырым мен көзімізге жас ұялатады. Сіздің қандай дінді ұстанатыныңыз маңызды емес, ескі храмға барып көріңіз. Мен Меккеде болғанда айтып жеткізе алмайтын сезімде болдым. Мен бір қарапайым тас көрдім, алайда оның бір ерекшелігі болды. Ол уақытқа тәуелсіз, көзбен көру мүмкін емес ерекшелік. Бұл ғасырлар бойы мыңдаған, миллиондаған адамдар күш салған ерекше зат еді. Сен сол жерде болсаң да, сенің денең өзіңе бағынышты болмайды, және сен оны сезінбейсің. Өзіңді басқа әлемде жүргендей сезінесің. Сенде ешқандай ой болмайды. Сен жай ғана қарап тұрғанның өзінде де көзіңнен моншақтап жасаға береді. Сен не үшін жылап жатқандығыңды білмейсің. Міне, сондықтан біз үшін нышан, белгінің маңызы зор. Сіз өзіңіз үшін байлықтың нышанын ойлап тауып, дизайнын жасай аласыз. Бұл нышан сіз жүрген барлық жерде болуы тиіс. Сіздің ұйықтайтын бөлмеңізде, жұмыс істейтін жеріңізде, барлық жерде сізбен бірге болуы керек. Сіз қиын жағдайда болғанда, шаршағанда, торыққанда байлықтың нышанына қараңыз. Сол кезде оның сізді энергия мен күшке бөлейтінін байқайсыз. Бұл сезімді түсіндіру мүмкін емес. Ақшамен жасалынатын жаттығулар. Оқи тұра ойланбау, уақытты босқа өткізу, ойлай тұрып оқымау, өзіңді өзің құрдымға кетірумен тең. Конфуций. Бір жаттығуды қолданып көріңіз. Қазіргі кездегі қолыңызда барлық қаражатты қолыңызға алып, қайда барсаңыз да оларды әрқашан өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Бұл 200, 500, $1000 көлеміндегі ақша болуы мүмкін. Сіз әрқашан өзіңізбен бірге қомақты ақша алып жүруге үйренуіңіз керек. Және ол ақшаларды жоғалтып, ұрлатып, немесе жұмсап қоюдан қауіптенбеуіңіз керек. Біріншіден, бұл сіздің сенімділігіңізді арттырады. Екіншіден, сіз ақшаңызға мұқият болуға, оны жұмсағыңыз келгенде өз-өзіңізді ұстауға үйренесіз. Онсыз қомақты көлемдегі ақшалармен жұмыс істеуде мүмкін болмайды. Мен мұның барлығына тәжірибе арқылы үйрендім. Қатыгез өмір мектебінен өттім. Вокзалда түнеп, аш жүруге тура келді. Сөйте тұра, барлық тапқан ақшамды оқуыма төледім. Кейіннен сол алған білімім көтеріліп, қаржыға тәуелді емес адам болуыма көмектесті. Бірінші рет мен Мәскеуге жай демалып, қаланы, қызыл алаңды көруге келгенмін. Менің ақшам таусылғанда үйге қайтуым керек болды. Вокзалға келдім. Жолсерікке өзімнің жағдайымды түсіндіріп, куәлігімді кепілге беріп, мені ақшасыз алуға көндіріп көрдім. Бірақ ол бас тартты. Қазір мен ол жолсеріктің қажымайтындығына ризашылығымды білдіремін. Егер мен сол кезде кетіп қалған болсам, онда бәрі басқаша болатын еді. Вокзалда менімен бір адам сөйлесті. Ол адамға өзімнің жағдайымды түсіндіруге тура келді. Мәскеуге келіп өзімнің барлық ақшамды жұмсап, енді үйге қайта алмай отырғанымды айттым. Ол қарқылдап күлді де, басқа мемлекеттегі көп адамдар мұнда ақшасыз келіп, күнкөрісті қаржы тауып үйлеріне ақшамен оралады деді. Сен ақшамен келдің ғой, бірақ ақшасыз кеткің келеді, алайда ол сенің қолыңнан келмеді.
Керең болмай қажет сөздерді есту өте маңызды. Құдай міндетті түрде біреу арқылы не істеуің керек екенін айтады. Ықыласты болыңыз. Мен кез келген жұмысты істеуге дайын екенімді айттым, бірақ жұмысты қайдан табуға болады? Ол тағы да қарқылдап күлді де, Мәскеу үлкен қала, мұнда жұмыс істеу үшін бұрынғы КСРО құрамында болған мемлекеттерді санамағанда ауғанстандықтар, вьетнамдықтар, кәрістер, қытайлар көп келеді. Сен бұл жерден жұмыс таба алмаймын деп ойлайсың ба? Бұл жалған. Мен сол кезде ойланып бұл сөздердің әділдігін түсіндім. Сол кезде мен өзіме қомақты ақша тап болмайынша үйге оралмаймын деп ант бердім. Өзіме сай жұмысты мен тез тауып алдым да белсенді түрде жұмыс істеуге кірістім. Көбірек ақша табу үшін ақшаларымды барынша үнемдедім. Ақша жинадым, бірақ жиналған ақшаның көп бөлігін милиционерлер менің заңсыз жұмыс істеуіме байланысты тартып алды. Менде өте аз ақша қалды. Шағымданатын ешкім болмады, және мұның мәнісі қанша? Барлығын басынан бастауға тура келді. Жұмыс істеп, үнемдеп ақша жинадым, бірақ бұл жағдай қайталана берді. Өте ренішті жағдай болды. Мен не істерімді білмедім. Сол кезде бірнеше рет тәртіп сақшылары тартып алған ақша көлемі қомақты болатын. Тағы бір осындай жағдайдан кейін менде мүлдем ақша қалмады, және өзімде қажыдым. Барар жерім болған жоқ. Таң ата метроға мініп, Киев вокзалы бағытына жол тарттым. Бір станциядан түсіп, Москва-Река бойындағы саябаққа жетіп, орындыққа отырып, Құдайға жалбарындым. Құдайым, неге мен сияқты еңбекқор адам адал түрде еңбек етіп, өзі қалаған өмірін сүре алмайды? Бұл әділетсіз. Мен жалбарынып жылап отырдым. Дәл сол уақытта менің өмірге деген көзқарасым, дүниетанымым өзгере бастады. Бұл нұрға бөленумен тең еді. Мен өз-өзіме қарадым. Аяқ киімім су, киімім кір, жуынбаған, қырынбағанмын. Ақша тауып үйіме қайту үшін 3 ай бойы жұмыс істеп далада тұрдым. Мен осындай өмір туралы армандап па едім? Осы сәтте Құдай мені естігендей болып, мен өзімнің ішкі даусымды тыңдадым. Сенде ақша болды, бірақ сен оны басқара алмадың. Сен оны ақылмен жұмсап, жақсы өмір сүруіңе болар еді. Алайда олай істемедің. Сен білім алуды армандадың, бірақ тек оқымай ғана қоймай, өзіңді өзің жәбірлегендей жұмыс істедің. Сондықтан мен сенің ақшаңды тартып алдым. Осы кезде мен адамдар 18-20 сағат бойы жұмыс істеп неліктен байымайтындығын түсіндім. Өзімнің күйеу баламды есіме алдым. Ол көп жұмыс істейтін. Жарық түсе тұрып, барлығынан кеш ұйықтайды. Алайда оның өмірінде ештеңе өзгермейтін. Оның отбасында міндетті түрде біреу ауыратын. Егер адам өзін қорласа, өзін аямай жұмыс істесе, Құдай оған байлық бермейді. Ақшасын ауру, инфляция, күтпеген жағдайлар арқылы алып отырады. Адам өзін қорламауы тиіс. Құдай ондай жағдайда бар заттың барлығын алып қояды. Жауап өзіне өзі келді. Барлығына өзім кінәлімін. Мен Мәскеуге келіп жүк тасушы болып жұмыс істеуді армандаған ба едім? Жоқ, мен әрқашан Мәскеуде білім алғым келді. Көп адамдар былай ойлайды: уақытша осында жұмыс істей тұрайын, ал арманымды кейінге қалдыра тұрамын. Мен адамдардың неліктен кедей болып қалатынын түсіндім. Себебі олар дұрыс мақсат таңдайды, алайда керісінше бағытпен жүреді. Біз бір маңызды затты түсінбейміз. Әрине, жетістікке жету үшін көп еңбек ету қажет. Жеңіс оңайлықпен берілмейді. Ағыспен жүзе беру әдетте өте оңай әрі жеңіл. Бірақ өз мақсатыңа жету үшін ештеңе істемесең, сен өте тез құрдымға кетесің. Сенің ісің өзіңді мақсатыңа жақындатпаса, неліктен ол жұмысты істеп жүрсің? Бұл арқылы сен бастапқы мақсатыңды ұмытасың, және ол уақыт өте келе тек сағымға айналып кетеді. Менің түсінгенім осы. Адамдардың көпшілігі бір нәрсені армандап, басқа зат істейді, және уақыт өте келе қайтадан бастаған жеріне келеді. Егер сенің қазіргі істеп жүргенің сені байлыққа алып келмесе, демек таңдауды өзің жасадың. Сонда міне, кедейлік тағдыр болады. Осымен бірге тағы бір нұрлы ой келді. Егер қол-аяғымен жанталасып жұмыс істесе, бай боламын деп ойлайсың ба? Ауыр қара жұмыс істеп байыған адамды білесің бе? Жоқ, біреуін де білмейсің. Мен де өзіме ешқашан мұндай жұмыс істемеймін деп уәде бердім. Себебі мен мынаны түсіндім. Мен қара күшпен жұмыс істеу арқылы ақша табуыма болады, немесе өз ақылым арқылы таба аламын.
Құдай бізді ешқашан жалғыз қалдырмайды. Сол жерде, орындықта, су болып, не істерімді білмей отырып, мен Құдайдан парасат пен түсіністікті сұрадым. Автоматты түрде аяқ киімімді шешіп, ішіндегі қоқымын тазартқым келді. Сол кезде кенеттен аяқ киімнің табанында 500 рубльдік 2 купюра тауып алдым. Басында сенбей, жай жапсырмалар шығар деп ойладым. Қолыма алып қарасам, шынымен ақша екен. Дәл сол сәтте өзіме барлығын өзгертем деп уәде бердім. Және сол ақша мен байлығымның бастамасы болады деп сендім. Менің шешім қабылдауым сол екен, менің өмірім ертегідей өзгеріп сала берді. Мен бұған сенемін. Аяқ киімнің табанынан ақша тауып алғаннан кейін ақша басқаруды үйренемін деп өзіме ант бердім. Және антымды орындадым. Боды Шефер ақша пайда болмай тұрып, оны басқаруды үйрену керек, сонда ақша тапқанда оңай болады деген болатын. Сол кезде тағы әлемде барлығы молшылықта берекеде екен деген ой келді. Құдай бізге жерде де, суда да, жер астында да, су астында да өте көп табиғи байлық берген. Бірақ біз оның барлығын бағаламаймыз. Сол кезде мен өзімнің ішкі жағдайымның бұрынғыдай емес екендігін түсіндім. Ішінде бірдеңе өзгерді. Қайта тұру мен соғыс барлығын өзгертпейінше мен ауқатты отбасыдан шықтым. Жақсы киінетінмін. Әрқашан ақшалы болғанмын, алайда соңғы кездері мен өзіме көңіл бөлуді қойдым. Өз киіміме қарамадым. Ақшам бар болса да қымбат заттарды алуды қойдым. Менде өзіндік ауқаттылық сезімі болмады. Мен өз-өзіме ұқсамадым. Киімім, аяқ киімім кір, өмірім қараусыз, елеусіз болды. Әрдайым ақша жоғалтып алудан қорқатынымды аңғардым. Маған менің денеме кедейлік әдеттері қонып алғандай болды. Мұның барлығы білінбей басталып кеткен әдеттер болды. Бірақ оны елемей қалдырсам, барлығы осы күйінде қалар еді. Мен бұны қаламадым және өзіме былай деп ант бердім. Мен өзіме бай болып өмір сүруге рұқсат беремін және мен байлықта өмір сүретін боламын. Осы шешімнен кейін ерекше жағдай орын алды. Мен көп ақша таба бастадым. Мен 100 рубльден бастадым. Бір аптадан кейін күніне 300, 500, 1000 рубль таба бастадым. Қарапайым тамақ 20 рубль болатын. Ал 300 рубльге қымбат орнынан жақсы тамақтануға болады. Менің не істегенімді білесіз бе? Мен сол тапқан 100 рубльге тиіспедім, ал қалғанын жұмсадым. Қолымда бар ақшаның барлығын жұмсаймын деген мақсат қойдым. Ең қымбат мейрамханаларға бардым. Ең қымбат әрі күшті тағамдарға тапсырыс бердім. Қымбат киімдер кидім. Өзімді бай адам сияқты сезініп көргім келді. Менің ойым мынау еді. Өзім тапқан ақшаны біреуге тартқызып қойғанша өзім жұмсайын. Мен сол кезде маңызды затты түсіндім. Өз-өзіңе қалай қарасаң, адамдар да саған солай қарайтын болады. Егер өзіңді құрметтесең, айналадағылар да сені құрметтейтін болады. Міне, сондықтан мен жақсы киініп, қымбат мейрамханаларға баруды жөн көрдім. Тағы былай істедім. Жүргізушінің қасына келіп 1 сағат жүру қанша тұратындығын сұрадым. Ол қайда баратынымызға байланысты деп жауап берді. Мен ешқайда бармаймын, жай қыдырып қайтқым келеді деп жауап беретінмін. Жүргізуші таңданып, неге деп сұрайтын. Білесің бе, мен әрқашан Мәскеуді айналып, көшелерін көруді армандайтынмын деп түсіндіретінмін мен. Ол күнде маған Мәскеуді аралататын және қызметі үшін жақсы ақша алатын. Мен неліктен олай істедім? Өзімді бай, сенімді адам сезінгім келді. Адам өзін сенімді сезініп, сенімді жүрсе, онда барлығы орындалады. Біраз уақыттан кейін өзімді бай ретінде сезіне бастадым. Күніне 1000 2000 рубль ақша таба бастадым. Ол күндері шамамен бұл ақша 400-500 доллар көлемінде болатын. Тәжікстанда бұндай ақшаға пәтер сатып алуға болатын. Осы мақсатпен мен вокзалға барып, жақында Мәскеуге жұмыс істеуге келген, жұмыс таппаған, белгілі қиындықтарға тап болған адамдарды тауып алып, маған оның қай жақтан келгендігі, қандай ұлт өкілі екендігі маңызды болмады. Өзім тамақтандыратынмын. Бір ретте 50-100 адамға дейін болған кездері де болды. Барлығы маған ризашылдығын білдіретін. Ең қызығы, мен өзімді бай адам сияқты сезіне бастадым. Білесіз бе, біреуге бірдеңе бергенде өзіңізді жақсы сезінесіз.
махатма ганди былай деген: сенің алып отырғаның саған тіршілік етуге көмектеседі, ал бергенің өмір сүруге көмектеседі. Бұл сөздерді мен өмір бойына есіме сақтап қалдым. Және вокзалда күнде барып, сол адамдарды тамақтандыруды 2 апта бойы тоқтатпадым. Жақында ғана мен күніне 100 рубль тауып, оның 20-сына тамаққа жұмсайтын адам едім. Енді өзіме ең қымбат пәтер жалдап, жайлы өмір сүрудемін. Егер сен қорықпай өзіңе бай адам болуға рұқсат берсең, саған жетістік пен молшылыққа толы жаңа өмір келеді. Байлық жағдайын сезінуге өз-өзіңе мүмкіндік беру керек. Баяғыда сол орындықта отырғанда мен өзімнің өмір сүру тәртібімді, менің ақшамды тартып алатын милиционерді жек көретінмін. Менің жүрегім ауыратын және өте қынжылатынмын. Ал қазір мен оларға ризамын. Егер олар болмаса, мен қазіргі жағдайға жетпес едім. Мен ол кезде оларға ашулы едім және өз республикаға қайтқанда барлық орыстарды қуып шығамын деп ойлайтынмын. Ал бүгін өзімді мүлдем басқа адам секілді сезінемін. Және Тәжікстанға барғанда көшеден орыс әжені көрсем, қасына барып көмек беруге тырысам. Бірдеңе сыйлап, жақсы сөз айтқым келеді. Себебі мен бөтен мемлекетте өмір сүрудің қандай қиын екенін түсінемін. Ал Мәскеуге келгенде басында отырған сол жерді тауып, жай отырғанды жақсы көремін. Және осы маған күш беріп, алға жылжуыма көмектеседі. Адамдар менің айтқандарымды жиі түсінетін сияқты болады, алайда сенбейді. Біреулер өздерінің табысты болатынына және жетістікке жететініне сендіріп, соған жете алады. Ал біреулер күнде өздеріне ештеңеге қол жеткізе алмайтындығын айтып қала береді. Кез келген жағдайда да адам өзі жасаған таңдауы дұрыс болады. Мен өзім үшін адамдардың 2 категориясы бар екендігін түсіндім. Бірінші, біреулері қолымен жұмыс істеп басымен ақша есептейді. Мынанша ақшаны әйеліме берем, мынаншасы пәтерге кетеді, мынаншасы қарызға, тағы басқа. Екінші, басқалары басымен ақша тауып қолымен есептейді. Бұл түсінік менің өмірімді мәңгілікке өзгертті. Шынымен де, мен осы шешімді қабылдағаннан кейін 2 аптадан соң Киев базарындағы администратор болдым. Жарты жылдан кейін Кутузов даңғылында 2 бөлмелі пәтер сатып алдым. Ал 1 жылдан соң Мәскеуде менің өз үйім болды. Біреулер бұл қалада өмір бойы жұмыс істесе де өзіне баспана ала алмайды. Ал мен оған жарты жылда қол жеткіздім. Сіздің өміріңізде де сондай күн туады. Сіз бір күннің ішінде 1 жылдың ақшасын таба алатын боласыз. Ол тек сіз берік шешім қабылдап, қиындықтарға мойымағанда ғана мүмкін болады. Құдай ешқашан адамды жалғыз қалдырмайды. Мынадай нақыл бар. Бір күні шөл далада бір адам кетіп бара жатады. Оның жолы көп күндерге созылып, ол өте шөлдегендіктен қатты шаршаңқы еді. Міне, оның күші таусылған уақытта ол Құдайға жалбарына бастады. Құдайым, мен шөлден өліп барамын. Сен барлық қасиетті кітаптарда сен бізді тастамайтындығыңды, қиын сәтте көмектесетініңді айттың. Алайда менің жүріп келе жатқаныма көп күн өтті. Менің күшім таусылды. Артымда тек өзімнің ізім ғана, жанымда сен жоқсың. Мен жалғызбын. Жалбарынып болғасын әлгі адам жылау, шаршаңқы күйі ұйықтап кетеді. Түсінде аспаннан 2 бейне көреді. Ол: Құдайым, бұл не деп сұрайды. Құдай оған: құмнан көрген іздер менің ізім, мен сені арқалап жүрдім. Ақша пайда болмай тұрып, оны басқаруды үйрену керек. Сонда ақша тапқанда оңай болады. Ақша бұлшық еттері. Ерік күші жоқ жерде жолда жоқ. Бернард Шоу. Сіз біртіндеп өзіңізге сеніп жатқандығыңызды сезінесіз бе? Сізге әрдайым өзіңізге деген сенім қажет. Сіз бір дүкенге келіп, ондағы сіздің алғыңыз келген затыңыз басқа жерлерде салыстырғанда 1,5 есеге арзан болса, сіз дереу сол затты алғыңыз келеді. Тіпті сізде ол зат бар болса да, сіз зат алуды жоспарламаған болсаңыз да, оны сатып алуға дайын боласыз. Егер сатушы сізге көмек ұсынса, сіз жай қарап жүрмін деп сылтаумен оның көмегін қабылдамайсыз. Бірақ сіз қалаған жағдайда сол затты сатып алатыныңызға сезесіз. Ақшаңыздың бар болуы сіздің сеніміңізді арттыра түседі. Әсіресе бұл әйел адамдарда қатты байқалады. Дүкендердің біріне кіріп, оларды бақылап көріңіз. Әр әйелдің кіріс деңгейі белгілі болып тұрады.
Егер туыстардың ішінде біреуі басқаларынан ауқаттырақ болса, қонақта сол адам көбірек сөйлейді. Бұл өзінен өзі болатын жағдай. Сондықтан сіз өзіңізбен ақша алып жүрген уақытта ақша бұлшығетін жаттықтырасыз. Бұл бір күндік сахнадағы кеш үшін айлар бойы дайындалатын әншінің дайындықтарына ұқсайды. Ал бір музыкалық альбом дайындау үшін жылдар кетеді. Ақшамды біреу ұрлап кетеді немесе жоғалтып алуы мүмкін деп қорықпаңыз. Ақшаңыз бар кезде сіз өзіңізді мықты ұстайсыз. Американдық ғалымдар ерекше тәжірибе жүргізді. Олар 500 адамды фотоға түсіріп, әрқайсынан неден қорқатындарын сұрады. Біреулері ұрлықтан қорқамыз десе, екіншілері өлтіріп кетеді деп қорыққан. Олардың жауаптары тіркеліп отырды. Содан соң бұл суреттердің барлығын жинап, түрмеге апарды да шынайы қылмыскерлерден, яғни ұрлықшылар мен адам өлтірушілерден кімдерді өз қылмысының құрбаны етіп таңдайтындықтарын сұраған. Ұрлықшылар ұрлықтан қорқатын адамдарды таңдағандығын көрсетті, ал адам өлтірушілер сәйкесінше біреудің қолынан өлуден қорқатындарды таңдаған екен. Сонымен қатар қылмыскерлер өз таңдауларының себебін түсіндіре алған жоқ. Сондықтан өз қорқыныштарыңызды жеңуге тырысыңыз. Жағымсыз ойлар мен психологиялық жағдайыңыз жаманшылықты тартатынын есіңізден шығармаңыз. Өзіңізбен көп мөлшерде ақша алып жүру мақсатында өз қорқынышыңызбен күресу, соған жаттығу өте маңызды. Астанада мынадай оқиға болды. Ақша бұлшықеті туралы тренингтердің бірінде бір әйел көп мөлшерде ақша алып жүруге қорықпайтындығын, 25 жыл бойы кассир болып жұмыс істегендігін, әрдайым көп ақша ұстап жүргендігін айтты. Мен оған: "Жақсы, біз сізге $25,000 берейік. Сіз тәулік бойы оны өзіңізбен алып жүріңіз, ертең қайтарасыз" дедім. Ол келісті. Мен оған ақшаны бердім. Ол әйел ақшаны сөмкесіне салып алып кетті. Осыдан кейін мен өзімнің басқа шәкірттеріме әйелдің артынан жүріп, оның жолын камераға түсіруді тапсырдым. Түсірілімде ол әйелдің микроавтобусқа мінгенде сөмкесін өзіне қатты қысып ұстап тұрғандығы көрінеді. Оның түрі өте қатал, түрі қатты зейінді болды. Әйелдің қобалжып, уайымдап тұрғаны көрініп тұрды. Ол көліктен түсіп, өз үйіне жақындағанда подъезд жанынан бөтен адамдар тобын көрді. Олар да менің шәкірттерім болатын. Олар жай ғана әңгімелесіп, әйелді бақылап тұрды. Ал ол өз үйіне жақындай алмай, әрі-бері айналып жүрді. Менің шәкірттерім маған телефон соғып жағдайды айтқан кезде, ол 2 рет айналып үлгерген болатын. Мен оларға үйден алыстап кетулерін сұрадым. Олар кете салысымен әйел үйіне жүгіріп кіріп кетеді. Ал келесі күні ол ақшаны алып келгенде біз бейнетаспаны бірге қарадық. Таспадан өзінің қобалжыған түрін көріп, өзіңмен үлкен соманы алып жүру және оны уайымдамау қиын екендігін айтты. Барлығы нақты ақшаны жақсы көреді, алайда ірі сомаға жауапкершілік алудан қорқады. Жоғалтып алу қаупі мұндай жағдайларда өзіңді сенімді ұстауға кедергі келтіреді. Мен өз тренингтерімде өз мүмкіндіктерімізді ақшадан жоғары қоюымыз қажет десем, барлығы келіседі. Бірақ шынайы ақшаға келгенде, барлығы өз қаупі мен қорқынышын жеңе алмайды. Бір күні мен әр қаладағы бірнеше адаммен тәжірибе жүргіздім. Тренинг кезінде мен қатысушылардан үйінде барлық ақшаны үйретуші ойынға қолдану үшін алып келулерін сұрадым. Барлығы алып келді. Ақша сомасы қатысушылардың жағдайына байланысты әртүрлі болды. Ақша мұқият саналып, сериясы мен номерлеріне дейін жазылды да жауапты кісіге тапсырылды. Ол артынша ақшаны маған өткізді. Тренингті аяқтағаннан кейін мен барлық ақша менде келесі жылға дейін сақталатынын айттым. Тура 1 жылдан кейін барлық ақша қайтарылады. Және мұның барлығы қатысушылардың жетістікке жеткен адамдардың негізгі ережесін, өз мүмкіндіктеріңізді ақшадан жоғары қойыңыз, сонда ол өзі келіп сізге жұмыс істейтін болады. Тәжірибе негізінде түсіну үшін жасалып отырғанын айттым. Тренингтің барлық қатысушылары оны теориялық түрде түсініп қабылдады. Тәжірибе жүзінде оны жасау қиын.
күмән, қорқыныш, өз күшіңе сенбеушілік кедергі келтіреді. Менің айтқанымды әркім әртүрлі қабылдады. Біреулер ренішпен, біреулер күліп отырды, ал біреулер өз ойымен болды. Бұл тәжірибе 4 топқа жүргізілді. Олардың екеуі сынақтан өтіп, өз қорқыныштарын жеңді. Сонымен қатар, Санкт-Петербургте бір қыз жылап, оның машинасын ұрлап кеткендігін және ата-анасы оған ақшаны көлік сатып алу үшін бергендерін айтты. Бірақ мен оның тыныштануын өтініп, ақшаны алып кетуді ұсынып едім, ол бас тартты. Оның өз-өзімен күресіп жатқандығы көрінді. Ол әрине ақшасын қайтып алғысы келді, бірақ жетістікке жеткен адамдардың қағидаларын түсініп, әлсіздік танытқысы келмеді. Ол ақшаны алмады, және бұл оның кішкентай жеңісі еді. Дәл осындай адамдар мақсатына жетіп, ауқатты болады. Келесі топтың қатысушылары менен ақша шынымен келер жылға дейін сақтала ма деген сұраумен болды. Мен оларға мұның қалжың еместігін және ертең қаладан кететінімді айттым. Сабақтан соң барлығы тарқады, бірақ барлығының күмәнданғаны белгілі болды. Жинап алынған ақшаны мен сол кеште топ басшысына тапсырып, барлығын ертесіне қатысушыларға тапсыруын өтіндім де вокзалға кеттім. Бұл жерде мені топтың мүшелері күтіп тұрды. Мен оған қатты таңғалдым. Олар өз қорқыныштарын жеңе алмады. Оларға ақшаның барлығы топ басшысында екендігін және бүгін оларға ақшаларын қайтаратынын айтқанымда олар өз қателіктерін түсінді. Күмәндары олардан күштірек болып шықты. Өз қорқыныштарын жеңе білген тренинг қатысушылары бір жылдан соң менімен кездесіп, сабағым үшін рахметтерін айтты. Шешім қабылдай алмау сәтсіздіктен де жаман. Ештеңе істемегеннен жасап көріп қателескен жақсы. Қателіктер бізге тәжірибе мен білім береді, ал батылсыздық қорқыныш пен күмән қалдырады. Бұл ережені шынымен түсіну адамға өзіне өзі сенетін күш береді, жетістікке жол көрсетеді. Егер сіз ақшаға байсалды әрі сенімді қарай алмасаңыз, ақша аз ба, көп пе маңызды емес. Демек, ешқашан бай бола алмайсыз. Егер сіз тіпті аз ақшадан қорықсаңыз, сіздің ешқашан көп ақшаңыз болмайды. Сондықтан тәжірибе жинаңыз, өз мүмкіндігіңізді, мамандығыңызды ақшадан жоғары қойыңыз. Сол кезде ғана жетістікті тәуелсіз адам боласыз. Тәуелсіз адам деп кімді атауға болатынын білесіз бе? Өзіне, досына, әйеліне, балаларына айтып, уәде берген затының барлығын орындай алатын адам. Егер сіз өміріңізді ертегіге айналдырам десеңіз, жасаңыз. Егер өз дарыныңызды дамытамын десеңіз, дамытыңыз. Қанша қиын болса да, жұбайыңыздың ата-анасымен қарым-қатынасыңызды жақсартам десеңіз, орындаңыз. Егер балаларыңызға жақсы білім беремін десеңіз, беріңіз. Міне, осы нағыз еркіндік пен тәуелсіздік. Менің ойымша барлығымыз оған лайықпыз. Сізден неліктен осыншама көп ақшаны өзіңмен алып жүрсің деп сұрауы мүмкін. Сіз ақша бұлшық етін жаттықтырып жүргеніңізді айтыңыз. Сізді дарақы деп есептесе де, әрі қарай алып жүруді тоқтатпаңыз. Есті, бірақ кедей болғаннан гөрі дарақы, бірақ бай әрі жетістікке жеткен адам болған артық. Мынадай оқиға болған. Бір күні мен Мәскеудегі әуежайдан ұшатын болдым. Өзіммен бірге $40,000 артық ақша болды. Көп ақша. Ақша мен шешіп багажымның үстіне қойып қойған күртемнің қалтасында болды. Рейске дейін біраз уақыт бар болатын. Мен дәретханаға барып келейін деп кеттім. Бірақ жүре сала менің есіме қалтамда $40,000 жатқандығы түсті. Қасында тұрған әйелге заттарыма қарауды өтінгеніммен барып ақшамды өзіммен алып кеткім келді. Мен жоқ уақытта кез келген жағдай орын алуы мүмкін емес пе? Менің қайта қайтқым келді. Бірақ мен өз-өзімді тоқтатып былай ойладым. Сенің үлкен жоспарларың бар, сондықтан ойланбастан өз ісіңе қарай жүре бересің, немесе қайтып барып, бар ақшаңа мойынсұнып, сол ақшамен ғана қаласың. Мен өзімді күштеп кетуге мәжбүр етіп, аяқтарыма дейін дірілдеп тұрдым. Мен өзімді осы ақшаның деңгейінде ғана қалғым келмейтініне, менің үлкен арманым бар екендігіне және осы ақша үшін қобалжып, уайымдамауым керек екендігін айтып сендірдім. Алайда әр басқан қадам сайын менің күмәнім күшейе түсті. Кенеттен күрте жерге түсіп, ақшам жерге шашылса ше. Біреу заттарымды қағып кетіп,
ақша көрініп қалса ше. Осындай мыңдаған ойлар басымды шырмап алды. Тіпті дәретханада отырсам да уайым мені қалдырмады. Мен тіпті мүмкін тұрып не болып жатқандығын қарап келіп сосын жалғастырармын деген ойлар да келді. Мен ол соманы жоғалтудан қатты қорықтым. Маған бұл қазір күлкілі сияқты көрінеді, ал сол кезде барлығы күрделі болатын. Бірақ мен өз қорқынышымды жеңе білдім. Себебі қорқыныш бізді артқа тартады. Ол біздің арманымызды жүзеге асыруға кедергі келтіреді, сенімнен айырады. Олар бізді аз нәтижеге қанағат тұтуға жетелейді. Өз қорқынышыңызға берілмеңіз, өз арманыңызға сеніңіз, және сізден біреу қарыз сұраса, сізден сұраған ақшаның 10% ғана бере алатыныңызды есіңізде сақтаңыз. 2. Парасатты түрде ақшаны қалай жинауға болады? Ақша, оны жинаудың қарапайым ережелерін білетін адамдарды жақсы көреді. Клейсон. Маған көрсетілген ақша басқару жолын мен сіздерге көрсеткім келеді. Сіз ақшаны басқаруды үйренген кезде, ақша сізге өзі келеді. Ақша онымен жұмыс істей алатын адамға келеді. Егер сіз ақшамен не істеу керектігін білмесеңіз, тиіспеңіз. Алдымен нені қалай істеу қажеттігін үйреніңіз, содан соң ғана істеңіз. Сіздің айлық табысыңыз тұрақты кіріс емес, өз еңбегіңізбен, қабілетіңізбен, біліктілігіңізбен табылатын ақша делік, және ол сіздің жұмысыңызға байланысты өзгеріп отырады. Сіз ақшаны пәтераққа, тамақтануға, ауруханаға, оқуға, балабақшаға, киінуге, тамаққа жұмсайсыз, көңіл көтеруге және демалуға ақша жетпейді. Сіздің айлық табысыңыздан не қалады? Тәртіпсіз қаржы жоспары. Біз солай істейміз. Солай сәтсіз адамдар жасайды. Олар былай дейді: көп тапсам бірдеңе қалады, онда жинай бастаймын. Алайда сіз көп ақшаны тапқан сайын көп жұмсайтын боласыз. Ештеңе өзгермейді. 6000 жылдай бұрын Вавилон ең бай қала болған. Ол бұған бір адамның көмегімен жетті. Ол адам білім үйін салды. Бір күні одан барлығы бай болғысы келеді. Барлығында бірдей мүмкіндік болады, бірақ біреулері бай, біреулері кедей болып қалады. Олардың айырмашылығы неде? Деп сұрады. Ол адам былай деп жауап берді: байлар біздің қажетті шығындар деп айтатын заттарды біледі. Оның айтқысы келгені келесідей: сіздің табысыңыз тұрақты түрде өсіп келеді делік. Өткен айда сіз $300 алдыңыз және осы сомаға өмір сүрдіңіз. Осы айда сізде $500 болды. Сіз барлығын жұмсадыңыз. Келесі айда сіздің табысыңыз $1000-ға дейін өседі және сіздің қажеттіліктеріңіз де дәл осы сомаға лайық өседі. Тіпті сіз $2000 тапсаңыз да, сіздің шығындарыңыз жаңа деңгейге көтеріледі. Бірақ сіз $500-ға да жаман өмір сүрген жоқсыз ғой. Неге олай болады? Себебі сіздің араның ашылып, жаңа қажеттіліктер пайда бола береді. Ешқашан тұтынушылық шығынға шоғырланбаңыз. Бір үнді данышпаны былай деген: бұл өмірдің қызықтыратын заттары теңіз суы секілді. Адам оны көбірек ішкен сайын соғұрлым шөлдей түсесің. Сіз көкөніс, жеміс, азық-түлік немесе киім сатып алғанда, сіз оларды өсірген немесе жасаған адамның табысын көбейтесіз. Себебі кез келген шығын басқа адамның кірісі. Адамдар неліктен көп ақша тапқан сайын көп шығын шығарады? Олар келесі айда одан да көп ақша табамын деп үміттеніп көп шығынданады. Шын мәнінде оны қалай істейтіндерін әлі ойланбайды да. Табыс неліктен көбеймейді? Себебі тұлғаның деңгейі кірістің жоғары деңгейіне сай емес. Табыс деңгейі тұлға деңгейінен аспайды. Бұл адамдар ақшаны басқаруды білмейді. Үлкен ақша тауып, оны сақтауды білмейді. Әлемге төлемей тұрып, өзіңе төле. Тіпті ауқатты адамдардың өзі неліктен ертеңгі күніне сенімді болмайды? Олар жеп айдайды, мейрамханаларда болады, сонда да көңілсіз кейіпте жүреді. Олар қымбат киім киіп жүреді. Алайда егер 2 айда істері төмен құлдырап кетсе, олар кредиттерін төлей алмай қалады. Егер бұл 1 жылға созылса, олар қиындыққа тап болады. Бұл оларға тыныштық бермейді, себебі олар өздеріне төлемейді. Ауқатты адамдар басқаша
басқаша жасайды. Олар алдымен белгілі соманы жинайды, ал қалғанын жұмсайды. Сондықтан есіңізде сақтаңыз, әлемге төлемей тұрып өзіңізге төлеңіз. Керісінше жағдайда сіз балаңызға немесе әйеліңізге жақсы көретіндігіңізді айта алмайсыз. Олар сіздің махаббатыңызды сезіну үшін сізге барлығын жасау керек болады. Әрқашан қимылдап дәлелдеуді қажет етеді. Сондықтан біз шоттың моделін құрдық. Ол мақсаттарыңызға жетуге көмектеседі. Ол бойынша сіз өзіңізге бастықсыз және жалдамалы жұмысшысыз. Сіз тауып отырған ақшаңыздың жалпы сомасының 10%-ын болашақ үшін жинауыңыз қажет. Бұл сіздің ақшаңыз емес, бұл сіздің арманыңыздың ақшасы. Оны тиісуге сіздің құқығыңыз жоқ. Тағы 10% демалыс пен көңіл көтеруге сақтаңыз. Егер сіз бір жаққа барғыңыз келсе, көңіл көтеру шотын пайдаланыңыз. Егер сіз біреуге сыйлық алуыңыз керек болса, көңіл көтеру шотын пайдаланыңыз. Сізге жүйе қажет. Жүйеге келтірсеңіз болды, барлығы өзінен өзі жұмыс істейді. Сонда ақша сізге өзі келіп, жүйенің бөлігіне айналады. Сол кезде ауқатыңызды өсіп жатқандығын өзіңіз байқайсыз. Есебімізге оралайық. Енді қалған соманы 100% деп есептеп, осы соманың 55%-ын компанияға бөлеміз, ал қалған 45%-ды өз шотымызға қалдырамыз. Кейде сіздің кірісіңіз 1,5 есеге өсіп, содан соң бұрынғыдан да төмен деңгейге түседі. Неліктен? Себебі сіз өзіңізге жауапкершілік ала алмадыңыз. Сіздің табысыңыз $1000 делік. 10% $100, бұл сіздің болашағыңыз. 10% $100 көңіл көтеру. Қалған $800-ды 55%-ын $440 компания шотына және 45% $360 өз шотымызға бөлеміз. Тіпті бұл сома бір рет кафеде отыруға жетпесе де, сол 10% артық болмайтын соманы жинаңыз. Ақша оны іске қоса алатын адамға келеді. Ол бұл білімді тыңдап қана қоймай, оны жүзеге асыра білу қажет. Егер сіздің энергияңыздың 4/3 үйлесімде болмаса, қандай ақылды болсаңыз да ақша сізден кетеді. Сондықтан олар бір-біріне сай болуы тиіс. Бірінші ережені есте сақтаңыз. Кіріс тұлғаны даму деңгейін ұлғайтпайды, алайда тұлғаның даму деңгейінің өсуі кірісті көбейтеді. Адам өз болашағы үшін жауапкершілікті сезінбесе, табыс азаяды. Қанша ақша тапсаңыз да, сіздің шығындарыңыз табыспен бірдей бола береді. Мен көрсетіп отырған есеп моделі сізге мұны жеңуге көмектеседі. Ол бойынша сіз өз табысыңызды тіркелген жалақыны бөліп алатын жалдамалы жұмысшысыз. Және сіздің шығындарыңыз бұрынғыдан өсе түспейді. Бұл дегеніміз, егер сіз келесі айда көбірек табыс тапсаңыз, компания шотына көбірек ақша түсіресіз, ал 45% әрқашан өз шотыңызға саласыз. Себебі сіздің жұмыссыз қалатын күніңіз болуы мүмкін, және ол сізге сол кезде қажет болады. Мұның барлығы не үшін жасалынады? Шығын деңгейін өсірмеу үшін. Табыс көбейе берсін, бірақ шығын сол күйінде сақталуы тиіс. Ал сіздің жалақыңыздың бүгінгі сомасын қалай анықтауға болады? Бүгінгі ай мен күнді жазыңыз, және дәл 1 жыл бұрынғы күннен бастап бүгінге дейін есеп жүргізіңіз. Осы жылы қанша ақша тапқандығыңызды есептеңіз. Осыдан 45%-ді алып тастаңыз. Шыққан соманы 12 айға бөліңіз. Бұл сан сізді қуантады ма? Жоқ па? Сонда да сіз қойылған ережелерді орындауға тиіссіз, және шыққан сома сіздің ай сайынғы тіркелетін жалақыңыз. Егер бай болғыңыз келсе, одан көп ақша жұмсауға сіздің құқыңыз жоқ. Бұл сан қанша аз болса да, сізге ұнамаса да, оны ұстануымыз қажет. Сіздің таңдауыңыз. Өз күшін қолданбайынша ешкімде қаншалықты күшті екендігін білмейді. Гете. Енді сізге алынған ақпарат бойынша таңдау жасау мүмкіндігіңіз бар. Есеп моделін қолдана отырып, ақша жинауды бастау және өз өміріңді өзгерту жөнінде шешім қабылдау. Немесе ештеңені өзгертпей сол күйінде қалдыру. Кез келген жағдайда сіз шешім қабылдауыңыз керек. Басқа жол жоқ. Біреулері бастапқы мақсат ондай үлкен емес,
сандар қуантпайды деп ойлауы мүмкін, бірақ бұл үлкен ағаш өсіп шығатын дән ғой. Әрбір адам бір алмада қанша дән бар екендігін есептей алады, ал сол дәндерден қанша алма ағашы шығатынын есептей алмайды. Сондықтан шыққан сан бірінші дән болып табылады. Сіз жақсы және лайықты өмір сүруіңіз мүмкін, егер аз жинасаңыз. Бүгінгі күні сома аз болып көрінеді, ал егер мүлде жинамасаңыз, екінші бағыттағыдай өмір сүресіз. Егер аз жинасаңыз, онда үшінші бағыттағыдай өмір сүресіз. Аз уақыттан соң төртінші нәтиже болады. Бұл сіздің өсуіңіздің жақсы көрсеткіші, бірақ егер ештеңе істемесеңіз, ештеңеге қол жеткізбейсіз. Айырмашылық міне осында. Тіпті аз ғана жинақтаудың өзі жағдайды өзгертеді. Боды Шефер Сингапурдегі семинардан кейін бір адам қасына келіп былай дегенін айтады. Білесіз бе, маған сіздің айтқандарыңыз ұнады. Бұл дұрыс, алайда менің жинайтын ақшам жоқ. Тапқан ақшам өмір сүруге әрең жетеді. Ол терең тыныс алып, қалтасынан темекісін шығарады. Боды Шефер оған қарап тұрып былай деп сұрайды. Сіз темекі тартасыз ба? Онсыз қалай, дейді әлгі адам. Сонда Шефер калькуляторды алып, осы адам 18-60 жас аралығында темекі тартпаса қанша ақша жинайтындығын есептейді. $43,000 шығады. Орта есеппен $2 есептейді. Бірақ сонда да мен одан да темекі тартамын дегенді естиді. Сонда Боды Шефер пайызын әлі қоспағандығын айтады. Пайызы да бар ма деп әлгі адам таңданады. Сонда Боды Шефер егер дұрыс жинақтаса, онда жыл сайын соманың өсетінін түсіндіреді. Ең жоғарғы пайыздар соңғы 5 жылда болады. Тіпті Иса пайғамбардың өзі соңғылар бірінші болар, ал біріншілер соңғы болады деген жоқ па? Қалай ойлайсыз? Егер ол жылдық 14% жинаса, онда қанша ақша болар еді? $4,5 миллион. Егер сіз күніне $1-дан 8% жинасаңыз, 30 жылда бұл 1,8 $2 миллион жетеді. Әдетте адамдар күніне $1-дан артық жұмсайды. Сондықтан аз болса да жинақталған ақша жағдайды өзгертеді. Алайда сізге бұл мүмкін емес сияқты көрінеді. Сізде бірден шотыңызға $10,000 салу керек. Банкке 100 немесе тіпті $500 үшін баруды қажет не? Оларды үйде сақтауға да болады. Бірақ аз ақша да жағдайды өзгертеді. Боды Шефер, егер сізді 45% қанағаттандырмаса, сіз көп ақша тапқанда оның да өсетіндігін айтқан. $500-дың 45% аз ақша болғанымен, $5,000-дың 45% бірталай ақша екендігімен келісесіз ғой. Сондықтан Иса пайғамбардың айтқанын істеңіз. Ол 2 есе артық істе деген. Мен артық істеуге шешім қабылдадым. 3 жыл жинауға тура келетіндігіне көндім. Нақты соманы жаздым. Ол аз болып шықты. Мен оған да көндім. Бастапқы сома қанша аз болса да, сізге бұл шындықты түсініп қабылдау қажет. Егер 45%-дің артық ақша қалатын болса, болашақ ақшаңыздың 15%-ын содан соң 20, 25, 30, 40, 50%-на дейін көтеріңіз. Ал көңіл көтеру сомасын 10%-дан асырмаңыз. Осы шоттағы сома көбейе берсін. Мысалы, $10,000-дың 10%-ы бірталай ақша. Сіз бүгін өмір сүріп отырсыз. Денсаулығыңызға жұмсаңыз, бірақ жаңа мүмкіндіктеріңізді теріс пайдаланбаңыз. Лайықты өмір сүріңіз. Себебі сіз көп ақша тапқан кезде сіздің айналаңызда басқа адамдар, басқа континент болады. Сізге басқаша киінуге, жақсы жерлерге баруға тура келеді. Шығындар әрине көбейеді. Сіз осыған дайын болуыңыз керек. Сондықтан сіз қанша көп тапсаңыз да, көңіл көтеруге 10% жетеді. Біз бүгін өмір сүреміз, сондықтан кейде өзіңізді және жақындарыңызды қуантуды ұмытпаңыз. Алайда 55% компания шотына аударуды ұмытпаңыз. Аз ақшадан жинасаңыз, қанша болатындығын есептеп көріңіз. Қарыздар. Егер сіздің қарыздарыңыз бар болса, жағдай өзгереді. Мұндай жағдайда былай істеу керек. Ай сайын 10% болашаққа, 20% қарызды өтеу үшін жинаймыз. Қалған соманы сол 2 шотқа бөлеміз. Көңіл көтеру үшін шот болмайды. Қарыздарыңыз бар болғанда қайдағы көңіл көтеру? Қарыз алып жеңіл өмір сүре беретін және демалысты да жоспарлайтын адамдарды кездестірдіңіз бе? Адамдарда ерекше әдет болады. Оларда қарыз болса, көңіл көтеру арқылы
арқылы көңілін басқа заттарға бөледі. Мынадай ереже бар: қарызы бар адамнан ештеңе алмаңыз және сатып алмаңыз. Бұл қасиетті кітапта жазылған. Сіздің қарыз бойынша стратегияңыз мынадай болуы керек. Егер сіз туысыңыздан қарыз алсаңыз, тез өтесем жақсы болады деп ойлайсыз, және осыны тез жүзеге асыруға тырысасыз. Жалақыңызды алған сәтте осыны жасайсыз. Бірақ сізге келесі айға дейін өмір сүру үшін тағы да басқа біреуден қарыз алуға тура келеді ғой. Онда айырмашылық неде? Сондықтан қарызға тек 20% жинау керек. Егер кредиторлар ренжісе, бөлікпен алғыңыз келмесе, жиналғанша күте тұрыңыз деп айтыңыз. Бірақ ешқандай қарызға қарамастан ай сайын 10% болашаққа жинаңыз. Бұл сіздің сенімді әрі қауіпсіз сезініп жүруіңізге көмектеседі. Және тіпті аз жинақтың өзі жағдайды өзгертетінін ұмытпаңыз. Егер сіз өзіңізді осылай жаттықтырсаңыз, сізде қимыл мен ойлаудың белгілі стереотипі қалыптасады. Мысалы, сіз қарызыңыздан құтылғаннан кейін санаңызда қалыптасқан ереже бойынша болашағыңыз үшін 10% емес 30% жинай бастайсыз. Осы сәттен бастап сіздің жинағыңыз 3 есе арта бастайды. Қарыз болу да пайдалы болып тұр. Өз уақытында ол сізге қажетті тәжірибе берді, және сіз қажетті нәтижеге келдіңіз. Есеп моделі бойынша жүйе жасауыңыз керек. Сізге қанша ақша бар екендігі маңызды емес, жүйе маңызды. Егер сіз менде әзірге ақша аз, көп болғанда жүйе құрамын десеңіз, онда сіз өзіңізге сенбейсіз. Олай тек өз болашағына сенбейтін сәтсіз адамдар ғана айтады. Бірақ егер сіз өз болашағыңызға сенбесеңіз, не үшін өмір сүресіз? Егер сіз өз өміріңіздің сапасын жоғарылатамын дегенде сенбесеңіз, оқудың не қажеті бар? Егер сіз өз мемлекетіңізге, президентіңізге, әйеліңізге немесе күйеуіңізге сенбесеңіз, сол адаммен бақытты болатыныңызға сенбесеңіз, мұның несі өмір? Өзіңізді алдаудың не қажеті бар? Ертеңгі күні бай боламын дегенде сенбесеңіз, жинаудың не қажеті бар? Көпшілігі бір ғана күнге жинаймыз дейді. Бізді солай үйреткен туыстарымыз, қиын күндері қиналмау үшін ақша жинаңдар деген. Біздің санамызда ақша қиын сәттерде көмектеседі деген ой сақталып қалған. Бұл олай емес. Біз жарқын болашаққа сенуіміз қажет. Сондықтан біз ақша жинаған кезде өзіміз армандаған, ойлаған өмірдің бейнесін құрамыз. Ерте ме кеш пе әрбір адам солай жасайды. Өзіңізді құспын деп елестетіңіз. Бір қанатыңызды үміт, екіншісін қорқыныш деп атаңыз. Сіз еркін ұшудың ләззатын сезіну үшін ұшасыз, немесе сізді ұшуға өмір мәжбүр етеді. Сіз қорыққаныңыздан ұшасыз. Ол кезде ұшудан ешқандай ләззат алмайсыз.